Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті игі жақсылар. Алланың сәлемі, Алланың берекеті, Алланың шапағаты, Алланың жақсылығын баршаңызға тілеймін. Бүгінгі сіздермен қозғалып отырған тақырыбымыз жетім көрсең жебей жүр. Бұл өзекті өртейтін өте маңызды тақырып. Алдымен жетім сөзіне тоқталайық. Жетім сөзі әл-ятим, араб тілінде де жетім деп айтылады. Көпше түрі әл-ятама. Жетім бір нәрседен махрум қалу деген сөз. Біз жетім деген кезде бірден адамның ойына ата-анасынан айырылған тұл жетімдер еске түседі. Өкінішке орай қоғамда екі түрлі жетімдер қалыптасты. Бірі тұл жетімдер болса, екіншісі әлеуметтік жетімдер. Ата-ана құқығынан айырылған, немесе ата-анасы ажырасқан жетімдер. Бұны тірі жетім деп айтып жүрміз. Жетім жалпы кең ұғымды береді. Кім неден махрум болса, содан жетім. Ақшасы болмаған адам ақшадан жетім. Ата-анасы болмаса ата-анадан жетім. Үйі жоқ болса үйден жетім. Яғни қазақ 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қазақ айтады. Тыңдалмаса сөз жетім. Киюсіз қалған бөз жетім. Аққу қассыз көл жетім. Басшысыз қалған ел жетім. Елсіз қалған ер жетім. Бәрінен қатарынан айырылған сол жетім дейді. Ал енді біз сол жетімдердің ішінде ата-анасынан айырылған тұл жетімдер туралы сөз қозғамақшымыз. Алдымен қасиетті кітабымыз Құран кәрімде не дейді? Құран кәрімде аяқсыз қалған ешқандай тақырып жоқ. Бұл Құран кәрімде бізге берген үй тапсырмасы деп білсеңіздер болады. Алланың бізге беріп отқан тапсырмасы осы жетімдер. Жетімдер туралы өте көп қозғағалы соншалықты Құран кәрімде көптеген 21 жерде жетімдер туралы айтады. Сол меккелік, мәдиналық аяттар деп бөлеміз Құран кәрімді. Сол меккелік аяттарда жетім, әл-ятим жекеше түрде келсе, мәдиналық аяттарда әл-ятама деп көпше түрде беріледі. Олай берілген себебі Мәдинада мұсылмандар мемлекет құрды. Яғни жетімдерге қамқор болу мемлекеттік деңгейде сондай қорлар құрылып, қамқор болу қажет болды. Бүгінде де Құдайға шүкір біздің елімізде де мемлекет өз қарамағына алып жатыр. Бірақ қуанарлық жағдай да бар. 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі ғылым білім министрлігінің берген дерегіне қарасақ, 210 жетімдер үйі. Содан міне бүгінгі күнде 110 үйге қысқарыпты. Яғни жылына мыңдаған жетімді асыраушылар көбейіп жатыр. Жақсы. Қазіргі таңда 5000-ға жуық жетімдер бар екен. Бұл ресми тіркелген жетімдер саны. Ал қаншама жетімдер қоғамда жетеді. Сондықтан жетімдерді асырап алу, жетімдерге қамқорлық көрсету біздің ежелден келатқан бір парызымыз, міндетіміз. Қазақта еш уақытта жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған. Құранда Алла тағала айтады, Бақара сүресінің 220 аятында: «Я Мұхаммед, яссалунака анил ятама», сенен жетімдер туралы сұрайды. Оларды түзету, оларды тәрбиелеу, оларды қамқорлығын алу хайырлы, жақсы іс дейді. Егер олармен жетімдермен аралассаңдар, сендердің туыстарың айналады, бауырларың айналады. Егер сендерді біз міндеттейтін болсақ жетімдер туралы, сендер қиналып қалатын дендер дейді. Алла хикмет иесі, Алла аса үстем. Ниса сүресінің 2 аятында, 6 аятында, 10 аятында, тағы басқа жерлерде былай баяндалады. Жетімнің малына қол сұқпаңдар. Жетімнің малын өздерінің малдарымен араластырып жеп алмаңдар. Немесе жетімнің жақсы дүниесін өздерінің жаман нәрселеріне айырбастап алмаңдар. Олай істейтін болсаңдар, қасақана күнә жасаған боласыңдар. Ауыр күнә жасаған, хубан кабира, яғни күнәнің түрлері бар. Мысалы, арақ ішсе, құмар ойын ойнаса исім, мысалы ғайбат айтқанға исім деп келеді Құранда, исім. Бұл да күнәнің түрі. Процент өсімқорлыққа былғанған адамға Алла тағала біз Алла және оның елшісі соғыс ашады деп келеді күнәсінің ауырлығына қарай. Бұл да жетімнің малына қол сұғу өте ауыр күнә. 6 аятта жетімдерді қолдарында жетім болса, оларды ер жеткенге дейін, яғни неке жасына келгенге дейін, өз-өзін естиярлық жасқа келгенге дейін қолдарында ұстаңдар, олардың малдарына мұқият болыңдар. Егер өздерінде жағдайын жұпыны болса, оны өте тез жеп бітіру мақсат емес, аздап қолдансаңдар болады дейді.
қолданбағанымыз әлбетте жақсы. Ал бай бола тұра, ол жетімнің малына қол сұққанымыз ертең қияметте үлкен жауапкершілік, тозақ былайша айтқанда. Өйткені Иса сүресінің 10 аятында былай дейді: жетімнің малын жегендерің қарындарыңа от толтырғандарың. От жегеннен тозақ отына түскендерің дейді. Өте ауыр айтып жатыр. Пайғамбарымыз айтады, сол үшін айтады: ең жақсы үй жетімге қамқор болған үй. Ал ең жаман үй жетімнің малына да өзіне де зәбір көрсеткен үй дейді. Қиямет күні, қиямет қайында пайғамбарымыз айтады, мына екі саусағын көрсетіп, ортаңғы саусақ пен сұқ саусағын көрсете отырып, қиямет күні жетімге қамқор болған жан менімен осындай жақын болады дейді. Кімде-кім бір жетімнің басынан сипаса, қанша тал шашы болса сонша күнәсі кешіріледі. Қиямет күні жетімдегі жазған жақсылығы жарық болып өзіне келеді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыздан үлгі алған сахабалар да солай жасады. Бірде Hazreti Омар бүкіл мұсылмандардың әміршісі, басшысы, түнделетіп елді аралап жүрген кезде жылаған бір баланың дауысы құлағына естіледі. Барып құлағын тосса, бір әйел қазан қайнатып жатыр, балалар жылап жатыр. Неге балалар жылатып жатсыз дейді. Бұл балалар аш. Мен қазанда су қайнатып жатырмын. Алдаусыратып ұйықтап қалама деген ойым ғой дейді. Оныған куә болған Hazreti Омар дереу қоймаға барып, қызметшісі, көмекшісі Әсләмді шақырып: "Ей Әсләм, үлкен қап алып кел" деп қапқа май, шекер, ұн, бірнеше керек заттарды салып, мынаны арқама салып жіберші дейді. Мен өзім апарам ғой, өзім көмектесем дейді. Жоқ дейді. Ана жылап жатқан жетімдерге қиямет күні сен жауап бермейсің дейді. Мен жауап беремін ғой деп, өзі арқалап барып, от жағып, қазанға май құйып, тамақ істеп, балаларды тойдырып, ойнатып, күлдіріп, ұйықтатып барып қайтады. Қызметшісіне айтады, Әсләм айтады: "Жаңа балалардың жылағанына куә болған едім. Енді мен олардың күлгеніне куә болдым" дейді. Құрметті игі жақсылар, біз бұл дүниенің иесі болмаймыз, куәсі боламыз. Ешкім бұл дүниенің иесі болғалы келген жоқ. Сондықтан сіздерге сұранарымыз: жетім көрсең, қазақ айтады, жебей жүр дейді. Жетімдерді тізімге алып, соларға жеке-жеке көмектесіп, әрбір азамат, әрбір мұсылман, әрбір үй қамқор болатын болса, біздің елге Алланың назары түсіп, қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман болар еді. Алла тағала біздің пейілімізге қарай, ниетімізге қарай жақсылық төгеді. Мен сіздерден үмітім бар. Жетімге сіз болып, біз болып көмектесеміз. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, біз жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ. Жетімге мен көмектеспесем, сіздер көмектеспесеңіздер, кім көмектеседі? Алланың бізге берген бүгінгі үй тапсырмасы осы еді. Ертең қиямет күні үй тапсырмасын дұрыс орындамай, қияметте Алланың бетіне қара бет болып қалмайық. Сөзімнің соңында Фариза апамыздың жетімнің монологымен аяқтасам. Базар іші дуылдап тұр. 12-13 жасар бала месқарын саудагердің қасына барып, қуырылған тауық етіне өзінің тарамыс қолдарын созып еді. Ана бірден байқап, жеркенішпен итеріп жіберді. Құлап жатқан баланың көзінен мен мынаны оқыдым: Адамдар қаталсыңдар, қаталдықтан әлағзар татарсыңдар, жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем, сипайдау шашымнан дебем. Жоқ, тас екен жүректеріңде, шыншылдық жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көлгірсіп жасырған менен, бір жылы көз қарастарыңа зарыққанымда, соның өзақ бақыт қой қамыққан ұлға. О адамдар, сендердің зұлымдықтарын шыдатпай өртеді мені. Не деген пасық едіңдер? Шуақсыз қурайды емес пе жасыл егіндер? Мейірім аңсап, жүрегім қаңсырап тұрған, зұлымдықтарыңмен қамшылап тынған. Жанымда үміт, сенімдер түгесілгенде, лақтырып кеттіңдер күресін жерге. Сендерден байлық сұраман, өліп кетсем де, алтындарыңды алмаспын төгіп кетсең де. Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме?